Қазіргі уақыттағы ең феномен киноактерлардың бірі Джеки Чан 1954 жылы 7 сәуірде Гонконгте дүниеге келген. Биыл 65 жасқа толды. Өзінің 65 жыл ғұмырында Джеки Чан көптеген фильмдерге түсіп, осы фильмдерде көптеген жарақаттар алды. Актердің алған жарақаттарына назар аударсақ, бұл кісі 65 жасқа қалай аман-есен жеткен деген сұрақ туындайды. Сол үшін Джеки Чанның кинокарьерасындағы жарақаттар тізімін бірге шолып шығалық. Бұл тізімді Джеки Чанның Құдай сауыты фильмінде алған жарақатынан бастаймыз. Бұл жарақат Джеки Чанның мансабындағы ең қауіпті жарақат болды. Қамалдың қабырғасынан ағашқа секіретін Чан ұстана алмай, тура тастың үстіне құлайды. Джеки бас сүйегі жарақатын алып, миына қан құйылады. Осыдан кейін оның оң құлағы сол құлағына қарағанда нашар естиді. Сол жарақат салдарынан Джеки Чанның өміріне қауіп төнді. Фильм барысында Джеки Чан үстелден құлап, қасы мен көзінің маңын жарақаттап алады. Джеки көзінен айырылып қала жаздады. Нәтижесінде актердің көзіне пластикалық ота жасалды. Құдай сауыты 2 фильмінің финалдық айқасының түсірілімі барысында қызулы көмірмен жүріп бара жатқан актер қолын күйдіріп алады. Джеки Чан кино тарихындағы көмірде жалаң қолмен жүріп жарақат алған жалғыз актер. Қыран көлеңкесіндегі жылан. Бұл фильмде ең басты теріс кейіпкердің рөлін ойнаған Хван Чжан Ли Джекидің бір тісін ұшырып жібереді. Бір тіске бола сонша не болды дейтін шығарсыздар. Алайда Джекидің жарақаты бұнымен біткен жоқ. Ол орыстың жалдамалы баскесерімен шайқасатын көріністе оның қолын өткір қылыш кесіп кетеді. Ал негізінде қылыштың жүзі өткір емес болу керек болатын. Нәтижесінде Джекидің қолы қан жоса болып, ол ауырсынып айғайлап жібереді. Режиссер сценарий бойынша бәрі осылай болу керек деп шешіп, бұл сәтті дәл пайдаланып, барлығын түсіріп алады. Яғни біз фильмде көрген қан расымен де Джекидің өзінің қаны. Айдаһар лорд. Джеки Чан осы фильмнің түсірілімі барысында жағынан ауыр соққы алып, сүйегі шытынап кетеді. Беті ісіп, Джеки бірнеше күн сөйлей алмай қалады. Осының кесірінен түсірілім жұмыстары бірнеше күнге тоқтайды. Бұл фильмде Джеки басты рөлді сомдады. Актерлермен ым-ишара арқылы сөйлесуге тура келді. Қуанышқа орай Чан бір аптадан кейін сөйлеп кетті. Десе де фильмнің түсірілімі тағы да тоқтады. Бұл жолы Джеки биіктен жерге сәтсіз құлап, миы шайқалады. А жобасы. Мұнарадан құлайтын көріністі түсіру кезінде Джеки кинокарьерасындағы ең ауыр жарақаттың бірін алды. Ол 8 метрлік сағат мұнарасынан құлап, кеудесімен темір арқалыққа келіп соғылады. Одан кейін айналып барып жерге баспен құлайды. Нәтижесінде оның 5 қабырғасы сынып, екінші рет мұрны сынып, иығының буындары созылып, 3 айға жуық басын бұра алмай қалады. Бұл құлау көрінісінің 3-ші дублі болатын. Алдыңғы 2 дубль сәтті шыққан еді. Дегенмен де Джеки ол 2 дубльді ұнатпай, 3-шісін түсіреміз деп қоймай қойған болатын. Дегенмен де фильмге алдыңғы 2 дубль кірді. Мистер Крутой фильмінде Джеки мұрнын 3-ші рет сындырады. Дәлірек айтқанда, оның мұрнын қарсыласы сындырды. Төбелес көрінісінің түсірілімі кезінде төбелестің шынайы көріну үшін оның қарсыласы Джекидің бетіне тым жақын соққыларды жұмсайды. Осы кезде оның бір соққысы Джекидің мұрнына дөп тиеді. Бұл көрініс фильмге енді. Джеки мұрнының ауырғанына қарамастан, бір сәтке де есін жоғалтпай, айқасты жалғастырады. Джекидің мұрнын сындырған каскадер Джекидің кәсіби шеберлігіне қайран қалады. Бұл іс мұрнымен бітпеді. Осы фильмде артқа сальто жасамақ болған Чан иығын ауыртып алады. Разборка в Бронксе фильмін түсіру кезінде тағы да ауыр жарақат алды. Фильмдегі трюк аса қиын емес болатын. Джекиге небәрі кемежайдан өтіп бара жатқан қауіпсіздік жастығы бар кемеге секіру қажет еді.
3 метрлік биіктік Джеки үшін сөз емес, алайда Джеки кеменің жылдамдығын ескермеді. Нәтижесінде ол аяғын дұрыс қоймай, оң жақ аяғын сындырып алады. Бұл жағдай түсірілімді тоқтатып тастады. Джеки гипстелген аяғын орап алып, орамдарды аяқ киімінің түсімен бояйды. Осы қалпымен бірнеше көрініс түсіреді. Жарақаттың ауыр болғандығы соншалық, Джеки әлі күнге дейін секірген кезде оң аяғына сенім артпайды. Криминалдық хикая фильмін түсіру кезінде Джеки соғылуға жақын екі көліктің ортасында секіру қажет болатын. Ол бұл трюкті уақытылы істемей, нәтижесінде оның аяғы жүк көлігі мен микроавтобустың арасында қысылып қалады. Осыдан кейін оның аяғы екі жерден сынады. Түсірілім жұмыстары 3 айға тоқтатылады. Джеки ауруханадан шыға салып, осы трюкті қайталайды. Трюк осы жолы сәтті шықты. 90-шы жылдардың ортасына қарай 40-тан асқан Джеки өзінің қауіпті трюктері жайлы көп ойлана бастады. Оның фильмдерінің бюджеті де ұлғая бастаған болатын. Сол үшін соңғы 15 жылда ол трюктерді абайлап жасап келеді. Осы 15 жылда оның алған көздің көгеруі, қолды кесу, денені күйдіру деген сияқты жарақаттарды Джеки жарақат деп есептемейді. Әлі күнге дейін трюктердің басым көпшілігін ол өзі орындайды. Бүгінде Джеки 60-тан асса да әлі де сол қалпында.